Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қазіргі кездегі тренд болып жатқан қазақша нейросеттердің тегін жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін телефонымызға осы екі приложениені тартып алуымыз керек. Біреуі ChatGPT және екіншісі VPN. Сіздер барлығын дұрыс жасау үшін видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Телефоннан Google сайтына кіреміз де поискке Google VO3 деп жазып іздейміз. Одан кейін суретінде дәл осы домалақ тұратын сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін бізде дәл осындай бет шығады. Біз мына бірінші тұрған батырманы басамыз. Басқаннан кейін келесі бетте дәл осылай астына түсеміз де Google A Pro дегенге начать дегенді басамыз. Бұл жерде алғашқы бірінші айында тегін болады, ал одан кейін платный версия болады. Бірақ сіздер алғашқы айын тегін жасап, келесі айдан бастап өшіріп тастауға болады оны. Оны келесі видеода айтатын боламын. Мына жерде оформить дегенді басамыз. Және принять дегенді басамыз. Енді осы жерден біз картаны тіркейміз. Алғашқы айында бізден ақшаны алмайтын болады. Енді осы жерден реквизит барлығын толтырып шығамыз да сохранить дегенді басамыз. Біз картамызды тіркедік және оформить дегенді басамыз. Одан кейін подписаться деп басамыз. Біздің картамыз тіркелді. Енді сіздерге осындай бет шығады және открыть дегенді басамыз. Біздің нейросетіміздің сайты дайын. Енді біз телефонымызға жаңағы VPN-ді қосамыз. Жаңағы мен айтқан көк түсті VPN мен локацияны Нью-Йорк дегенге қойып, осы VPN-ді қосатын боламыз. VPN қосылды. Енді біз ChatGPT-ға барып, өзіміз сценарий құрып, соны жазатын боламыз. Ең алдымен дәл осылай маған Google VO3 Pro қажет деп, ары қарай өзіміздің сценарийімізді жазамыз. Сценарийді толық жазғаннан кейін сізге дәл осылай сразу ағылшынша етіп барлық текстті дайындап береді. Біз жай ғана сол текстті копировать етіп аламыз. Енді сайтқа барып жаңағы текстті қоймай тұрып, мына жерде видео деген қосылып тұру керек. Соны мұқият қараймыз. Одан кейін барып ставить етеміз. Примерно 4-5 минуттың ішінде дайындап беретін болады. Видео пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Келесі сабақта сіздерге жаңағы бір айдан кейінгі подписканы қалай алып тастау керек, сол жайлы салатын боламын.